Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жұмсақ болып шығатын әрі ерекше дәмді булкилердің рецептісін ұсынғым келеді. Видеода көріп тұрғаныңыздай булкилер осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Және де бұл рецепттің ерекшелігі бір қамырмен екі түрлі начинкамен булки жасап үйренетін боламыз. Бірі осындай вареная сгущенкамен, және де екіншісі екінші начинкамен. Ол үшін қажетті заттар: сүт, қант, тұз, ашытқы, жұмыртқа, ұн және де ерітілген сары май. Барлық қажетті ингредиенттер төменде описаниеде толық көрсетілген. Енді дайындауға кірісейік. Ол үшін таза ыдысқа жылы сүтті құямыз. Сүт жылы болуы қажет, және де оған қантты, тұзды және ашытқыны қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң оған бір жұмыртқаны және де ерітілген сары майды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін осы дайын сұйық массаға ұнды қосуымыз қажет. Ұнды бірнеше бөліктерге, яғни 5-6 бөліктерге бөліп қоссаңыз болады. Және де ситыдан өткізсеңіз, қамырыңыз түйіршіксіз және де біркелкі болып шығады. Сол себептен ұнды електен өткізіп қосқаныңыз дұрыс. Және де 5-6 бөлікке қоса отырып, осылай араластырып, және де соңында араластыруға келмеген кезде қолмен барлығын жақсылап араластыра отырып, яғни қамыр илеуіміз қажет болады. Соңында ыңғайлылық үшін осылай қолмен қамыры илеп, біркелкі етіп шығарамыз, және де оған шамамен бір ас қасықтай күнбағыс майын қосамыз да, осылай бетінен барлығын бастырамыз. Көріп тұрғаныңыздай, қамыр осындай жұмсақ болуы қажет. Содан кейін оның бетін целлофанмен немесе пищевая пленкамен жабамыз да, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілуге қоямыз. Менің қамырым жылы жерде 2 сағат бойы көтерілді. Қараңыз, нәтижесі қандай болды. Осындай болып күштілеп көтерілген, және де сондай іші ауаға толы, яғни воздушный. Қамыр дәл осындай болуы қажет. Содан кейін қамырдың барлығын ортасына қарай басып, яғни барлығын біріктіре отырып, осылай бір басып аламыз. Содан соң қамырды ыдыстан аламыз. Қараңыз, қандай жұмсақ әрі воздушный. Кейін ыңғайлылық үшін қамырды дастарханға немесе ковриктің үстіне осылай қоямыз, және де екі түрлі начинка салу үшін оны 2 бөлікке алдын ала бөліп аламыз. Және де алдымен қолданылмайтын бөлігін осылай пищевая пленкаға орап, қасына қойып қоямыз, яғни ол кеуіп қалмас үшін. Содан кейін бір бөлшегімен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни оны осылай дөңгелетіп аламыз, және де біркелкі қылып бастырамыз да, осылай 2 бөлікке тағы да оны бөлуіміз қажет. Содан кейін әрбір бөліктің өзін 6 бөлшекке бөлеміз. Яғни жалпы саны 12 булки жасайтын боламыз. Бұл бірінші начинкамен. Осылай бірдей етіп 12 кішкентай бөлшектерге бөлеміз. Және де әрбір бөлшекті осылай домалата отырып, алдын ала дайындап аламыз. Неке барлық бөліктер дайын, енді оның начинкасын дайындауымыз қажет. Оған дейін булкилердің бетін жауып қоямыз, ал начинканың құрамына қажет заттар мак, корица және де қант. Енді булкилерді дайындауға кірісеміз. Ол үшін осылай әрбір кішкентай бөлшекті алып, дөңгелек етіп жайып аламыз. Содан кейін оған жұмсақ сары майды жағамыз. Содан соң бетіне жаңағы дайын тұрған начинканы себеміз, және де осылай етіп кесуіміз қажет. Яғни видеода көріп тұрғаныңыздай, екі шеті кесілмейді, тек ортасын осылай ұзыннан кішкене бөлшектерге бөліп шығамыз. Екі шетін кеспестен, және де осылай рулетик етіп ораймыз. Неке оралды, және де екі шетін бір-біріне қосамыз да, осындай форма шығарамыз. Өте әдемі.
Дәл осылай барлық 12 бөлшекті дөңгелек етіп жайып, үстіне жұмсақ сары майды жағып, және де начинкасын салып, дәл осылай әдемі гүл формасына келтіреміз. Булкиге ешқандай начинка қоспастан, тек осындай формаға келтіріп жасай берсеңіз де болады. Ол өз қалауыңызда. Яғни начинкасыз да керемет жұмсақ болып шығады. Және де айта кеткім келеді, бұның ішіне қалаған начинкаңызды қолдансаңыз болады. Яғни ол алма болуы мүмкін, немесе какао болуы мүмкін, немесе шоколад болуы мүмкін. Ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Кез келген начинканы қолданып жасап көре берсеңіз болады. Барлық бөлкелерді дайындап алдым. Енді оларды противенге және де пергаментті қағазға осылай орналастырып аламыз. Содан соң бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Және де оларды 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут бойы пісіруге жібереміз. Мінекей булкилер дайын болды. Қараңыз, ол қандай жұмсақ үлпілдеп тұр. Енді екінші начинкамен жұмыс жасауға кірісеміз. Ол үшін жаңағы екінші алып қойған бөлігін аламыз, және де оны да 2 бөлшекке бөлеміз, және әрбір бөлшегін кішкентай осындай 8 бөліктерге бөліп шығамыз. Содан соң әрбір кіші бөлікті осылай дөңгелек етіп жаямыз, және де ортасына начинка саламыз. Мен бұлардың ортасына вареная сгущенка салдым, осындай түрін. Және де сіздерге міндетті түрде кеңес беремін, вареная сгущенканың сапалы түрін таңдаңыздар. Егер де оның арзан түрін салатын болсаңыз, ол ағып кетуі мүмкін. Сол себепті сапалысын таңдаңыз. Сапалы вареная сгущенка деп мен айта аламын. Рогачевский вареная сгущенкасын және де Белоруссияда өндірілген вареная сгущенкаларды осы сапалы деп айтуға болады. Осылай етіп барлығына саламыз да, және де жан-жағы ашылмайтындай етіп түйіп буып аламыз. Осындай дөп-дөңгелек формаға барлық бөлкелерді дайындап келтіреміз. Содан кейін осы булкидің бетіне себетін ұнтақты дайындаймыз. Ол үшін ұн, қант және де жұмсақ сары майды араластырып, осындай бөлікке келтіреміз. Содан кейін формаға және де пергаментті қағазға булкилерді орналастырып, оның бетіне сүт немесе жұмыртқаның ақ уызын жақсаңыз болады. Және де жаңағы дайын ұнтақты себеміз. Және оларды 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут бойы пісіреміз. Бұл булкилеріміз де пісіп дайын болды. Қараңыз, қандай жұмсақ. Сізге менің осы рецептім ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Сәттілік!